сондықтан құрметті достар, яғни инкрузисті таңдаған себептерін айттым. Бұл америкалық халықаралық туристік компаниясы. Неліктен енді бұл бизнес жүретінін айтайын. Өйткені әр адам ол үнемі саяхаттауды жақсы көреді. Және де сол саяхаттау арқылы табыс табамын десе, ол тіпті нұр үстіне нұр деуге десе де болады. Мысал үшін мен айтайын, өзім осымен 3-ші рет саяхатқа шықтым круиздік лайнерлармен. Бұның ең үлкен артықшылығы қандай? Сен бір саяхаттағанда бірден 3-4 елді көре аласың, 6-7 қала көресің әртүрлі. Ең бірінші біздің маршрутымыз ол Біріккен Арабтар Әмірлігі болды, Оман. Сонда біз бірінші барғанымыз ол Дубай, Абу-Даби, Сербаньяс аралы, Оман елінің ол қандай? Маскат, Хасап деген қалалары болды. Неліктен маған сол круиздік саяхаттау ұнады? Және де бағасы Түркия жай Дубайдағы демалыстан әлдеқайда арзанырақ болды. Неліктен ол саяхат маған ұнады? Біріншіден, сенің отелін, сен тұратын отелін бірге сенімен жүреді, жүзеді бірге. Түні бойы жүреді, таңертең жаңа қалаға тоқтайды. Таңғы 10-нан кешкі 6-ға дейін сен сонда қалаға шығып, соны аралап келсен де болады. Керемет, ол круиздік лайнердің ішінде түгел баға кірген, яғни 24 сағат бойы ішіндегі тамағы бар, яғни ресторан зонасы бар, және де шведский стол зонасы бар. Ресторан зонасында 3 уақыт қана тамақтанасың, шведский зона ол тәулік бойы ашық тұрады. Ол MSC Opera деген MSC компаниясы круиздік лайнер. Ішінде бассейні бар, жакузи бар, балалар зонасы бар, одан кейін билейтін зона бар, боулинг, аттракциондар, театр, цирктар, бәрі тегін ішіне кіреді. Бағасы қандай десеңіз, енді оның бағалары әртүрлі болады. Ол бағытына байланысты, каютан ыңғайына байланысты, яғни балконымен бар, жай терезесімен бар, немесе ішкі каюта дейді. Ештеңке терезе, ештеңкесі жоқ. Біз сонда ішкі каютаны алдық. Біздің көңілімізден енді ол шықты, керемет болды. Жақсы, ары қарай тағы осы бизнестің жетістіктері туралы айта жатамын. Менің командама қосылыңыздар. Және де осы бизнесті бастаңыздар. Рахмет, сау саламат. Енді сіздің қандай пікіріңіз бар, қандай ойыңыз бар, маған жаза кетіңіздер. Пікір алысайық, ой алысайық. Жақсы, рахмет.